Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Ақтау қаласы Рикон дачада орналасқан сатылып жатқан коттеджді видеоға түсіріп көрсететін боламыз. Мына жерде бізде қалаға шығып кететін ұзын жол бар. Мінекей көріп тұрғандай қоғамдық көліктер келіп тұр. Және автомойка, дүкен, дәріхана барлығы жақын, үйге жақын орналасқан. Және балалар ойын алаңы, футбол ойын алаңы бар. Видеоның соңына дейін қараймыз. Каналға тіркелмеңдер, тіркеліп лайк басып қойыңыздар. 6-шы көше. Барлық жерде асфальт салынған. Көшенің орта жағында орналасқан коттедж. Видеоның соңына дейін қараймыз, толық ақпарат айтылатын болады. Мінекей біздің сатылып жатқан коттеджімізге кірдік. Төбесі гипсокартонмен әрленген. Кіргенде оң жағымызда холл орналасқан. Бізде кіреберіс, киім ілетін, аяқ киім орналастыратын барлығы бар. Жалпы бірінші этажында холл, сол жағында ас үй орналасқан. Ас үйдің жиһаздары қалады, кондиционер орнатылған. Интернет желісі барлығы келіп тұр. Қабырғалары түсқағазбен жабыстырылған. Жалпы бірінші этажда холл, ас үй, тіке жүрсек 2 жатын бөлме, оң жағымызда және сол жағымызда. Және тіп-тіке ақ есік бізде санузел. Мінекей кірген бойда сол жағымызда жатын бөлме орналасқан. Барлығын жинап сатуға дайындап қойған. Жалпы біздің 2 этажды үйіміз 2015 жылы салынған. Жер көлемі 5 сотық. Біздің бірінші этажда және екінші этажда санузел орналасқан. Яғни плита мен қабырғалары едені барлығы жабыстырылған. Және оң жағымызда бізде екінші жатын бөлме орналасқан. Үйдің кейбір 1-2 тек заттар алып кетеді. Үйдің көбінесе заттар қалады. Екінші этажда холл, 2 бөлме, жатын және санузел орналасқан. Қабырғалары сол түсқағазбен жабыстырылған. Үйдің терезелерінің сыртында темір решетка орнатылған. Су центральный, яғни орталыққа қосылған. Су үздіксіз келіп тұр. Газ бар, жылу өте жақсы. Екінші этажға көтерген бойда бізде үлкен холл бар. Қонақ бөлмеге алып, қонақтарыңызды шақырсаңыздар болады осы жерге. Пластик терезелер, төбелері әдемі қылып гипсокартонмен әрленген. Жалпы ауласында, шарбағында қой қорасы бар, тауық қора бар, жазғы гаражы бар. Екінші этаждағы бөлмеміз. Шарбағында және котелі бар. Котелдің ішінде құдық орналасқан. Құдыққа да су құйдырып алып, ішке насоспен барлығы тартылып келіп тұр.
Және центральный суда үздіксіз жақсы келіп тұр екен. Екінші этаждағы екінші бөлмеміз. Жалпы үйдің бағасы 21 миллион деп отыр. Барлық жағдай жасалған. Шарбақта брусчатка төселінген. Жолға жақын, үйге дейін асфальт орналасқан. Дүкен, аптека барлық үйге жақын. Каналға тіркелмеген болса тіркеліп қоямыз. Лайк басуды ұмытпаңыз. 21 миллионға бағасына лайықты үй деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментария жаза кетіңіздер. Әр қазағым осындай үлкен үй бұйырсын, әр қазағым баспаналы болсын.